Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Әлімхан. Мен математика пәнінің мұғалімі болып келемін. Қазіргі таңда балаларды ұлттық бірыңғай тестілеуіне дайындап келемін. Сол 4 жылдың ішінде көптеген оқушылар, көптеген осы Қазақстанның университеттеріне түскен болатын. Репетитордың міндеттеріне не кіреді? Менің ойымша, репетитордың ең басты міндеті ол оқушымен қарым-қатынас деп ойлаймын. Себебі, егер оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы өте төмен деңгейде болатын болса, олардың арасында түсініспеушіліктер көп болады. Сол түсініспеушіліктің арқасында көптеген балалар өзін ашық көрсете алмайды. Менің ойымша, сол түсініспеушіліктер көптеген мәселелерді туындырады, және сол туындырған мәселелер кейін оқушыға зиян тигізеді. Репетитор мектептің мұғалімін алмастыра алады ма? Әрине, менің ойымша, мектептегі мұғалімді репетитор маманы алмастыра алады. Себебі мектептегі берілген уақыт өте шектеулі және жеткіліксіз деп ойлаймын. Ал репетитормен сіз өзіңізге ыңғайлы берілген уақыт таңдай аласыз, және сол уақытта сіз оқушымен жеке жұмыс істей аласыз. 5-ке оқу үшін міндетті түрде репетиторға бару керек па? Менің ойымша, ол әр жеке оқушының өзіне байланысты, және оқушыда жеткілікті қызығушылығы болса, ол репетиторсыз өз күшімен 5-ке оқи алады. Аз уақыт ішінде ұбт-ға қалай дайындалуға болады? Егер оқушыда ұбт-ға дейін уақыты жеткілікті болса, теорияға көп көңіл бөлу керек. Себебі теория арқылы оқушы өзі тақырыптың түсінуіне келеді, және сол түсіну арқылы берілген есептерді шеше алады. Ал егер уақыт өте аз болатын болса, жеткіліксіз болатын болса, мен өз тәжірибеме сүйене отырып, сол оқушыға практикаға көп көңіл бөлуін ұсынар едім. Репетитор болып кім жұмыс істей алады? Репетитор маманы болып әр адам жұмыс істей алады деп айтамайын. Себебі бұл мамандықта ең бастысы ол білім деп ойлаймын. Егер өзіңізге сенімді және білімді адам ретінде қарасаңыз, сізге бұл мамандыққа жолыңыз ашық деп ойлаймын. Репетиторлар жалақыны қалай алады? Репетитордың жалақысына келетін болса, ол репетитордың білімі мен тәжірибесіне байланысты. Ал егер төлемнің түрлеріне келетін болса, ол репетитордың ыңғайына байланысты. Кейбір репетиторлар сағатына, кейбір репетиторлар аптасына және айына төлем алады. Осы жылы бітіріп жатқан абитуриенттерге кеңесім ол уайымдамаңдар. Ең бастысы өзіңіздің біліміңізді жақсылап көрсетіңіз, үйде жатпаңыз.